Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. 5-ші бөлімге келдік. Қолдауларыңызды көрсетіңіздер, лайкты басып, тіркеліп, және комментарий жазыңыздар. Бірінші сұрағымыз: осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Белгінің атауы тоқтауға тыйым салынады. Тыйым салу белгісі белгіні өткеннен кейін келесі қиылысқа дейін сіздерге тоқтауға тыйым салынады. Егер де тоқтағыларың келсе, онда белгінің алдында тоқтауға болады. Жауап Б. Берілген жағдайда көк жеңіл автокөлік жүргізушісі басып оза алады ма дейді. Дәл қазір осы жолда бізде екі жақты жүріс жолы, ортаңғы жолағымыз озу үшін арналған. Сондықтан көк көлікке тыйым салынады. Көлік құралдарының жүргізушісіне осындай маневр рұқсат етілген бе? Әрине тыйым салынады, себебі жаяу жүргіншілер өткелінде кері бұрылу және тоқтауға тыйым салынады. Келесі сұрақ: реверстік жолаққа жүруге рұқсат етіледі ме дейді онда. Енді талқылап жіберейік. Мысалы, мынау біздің жүріс бағытымыз бірінші, екінші жолақ. Екі үзік сызық сызылған, онда бағдаршам бар, реверстік деген. Егер де қызыл жанса, осы жолақпен жүруге тыйым салынады. Егер де жасыл жанса, онда осы үшінші жолақ біздің де бағыт болып саналады. Сондықтан дәл қазір біз қызыл шамда жүруімізге тыйым салынады. Осы жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Егер де бағдаршамға қарасаңыздар, мұнда бізде қосымша секция бар. Егер де қосымша секцияларыңыз жанбаса, онда сіздер бұл жолақтан тек тура бағытта жүрулеріңізге рұқсат. Сондықтан мұқият болыңыздар. Бағдаршамына қосымша секциясы бар ма, жоқ па, соны қараңыздар. Осындай сурет келсе сіздерге, бағдаршамда қызыл шырақ жанғанда қай жерде тоқтау керексіздер? Енді әрине сіздер тоқта сызығының бойында тоқтау керексіздер. Егер бағдаршамның жасыл сигналы жанса, ал жаяу жүргіншілер өткелінде адамдар жүріп жатса, жүргізуші тиісті әрекеті. Әрине сіздер жаяу жүргіншілер өз іс-әрекетін толықтай аяқтау керек, содан кейін барып жүресіздер. Оны жауабы С. Қай белгі көлік құралдарының арасында ең кіші қашықтықты шектейді? Әрине ол бізде үшінші белгі. Үшінші белгіде сіздер 70 метрден жақын жүрмеу керексіздер. Іргелес аймаққа кірген кезде қара автокөліктің әрекеттері. Әрине, іргелес аймақта жаяу жүргіншілер басымды болып келеді. Сондықтан сіздің жауабыңыз жылдамдықты төмендету және жаяу жүргіншілерге жол беру. Көрсетілген белгілердің қайсысы рұқсат етілген ең көп массасы 3,5 тонна асатын жүк автокөліктерінің жүруіне тыйым салады? Бірінші, ол бізде автомагистральда айырмашылығы жоқ. Ең бастысы 40-тан төмен жүретін көліктерді, 40 км сағатымен төмен жүретін көліктерге тыйым салынады. Екінші суретте ол бізде салмағы 3,5 тоннадан жоғары көліктерге тыйым салады. Сондықтан жауабымыз бізде 2. 2 және одан да көп көлік құралын тіркеп сүйреуге рұқсат етіледі ме? Әрине жауабы жоқ. Тыйым салынады. Қара автокөлік жүргізушісі оңға бұрылған кезде, реттеуші кеудеден тұр. Онда сіз оңға бұрылуыңызға рұқсат. Бірақ мұнда сұрақ: біз жол береміз бе ақ көлікке? Ол кері бұрылғанда, әлде біз басымды болып өтеміз бе? Біз басымды болып өтеміз. Қиылса бірінші өтеді. Жауап. Себебі ақ көлік кері бұрылған кезде
қара көлік оң жағынан болып келеді, сондықтан қара көлік басымды болып өтеді. Автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтеді. Ең бастысы қиылысқа қарау керексіздер. Егер де тең мағыналы қиылыс болса, онда трамвай басымды болып өтеді кез келген бағытта.